Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге міне осындай бірінші жасағаннан ақ керемет болып шығатын сметанник пирогын ұсынамын. Менімен бірге қалып, видеоның соңына дейін көріңіз. Алда көптеген жеңіл, оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға електен өткізіп, ұнымызды және де қамыр қопсытқышымызды саламыз. Жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен үгітеміз, яғни крошки дайындаймыз. Шекерімізді салып, қолымызбен жай ғана араластырамыз. Жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бірден формаға саламыз, және де осылай қолымызбен формаға жайғастырып шығамыз. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Қаймақтың температурасы маңызды емес, мен тоңазытқыштан алып, бірден пайдаландым. Шекерімізді саламыз, және де жұмыртқамызды саламыз. Одан соң жүгері крахмалымызды салып, жай ғана венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы тестамызға құямыз. Қызып тұрған 160 градуста 45-50 минутта пісіреміз. Пирогымызды толықтай суытып болған соң барып кесеміз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын. Бірінші жасағаннан ақ осындай керемет болып, барлық жері пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Менімен қалып, видеоны көргендеріңізге рахмет. Егер видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Егер видеом ұнаса, менімен бірге қалыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Алда көптеген жеңіл, оңай және қолжетімді заттардан жасалынатын рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын!